Мен Нүсіпбаева Майя Әбсеметқызы. Жетісу облысы Көксу ауданы Мұқыр ауылында туып өсіп, осы ауылда мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін Талдықорған қаласындағы Қанабек Байсейітов атындағы музыка училищесіне түсіп, прима қобыз класы бойынша оқу бітіріп шықтым. Сонан соң осы қаладағы Ілияс Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтының музыка факультетін бітіріп, ән-күй пәнінің мұғалімі болдым. Жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң әртүрлі музыка саласында жұмыс жасадым. Ал 2012 жылдан бері осы туған ауылымда Қызғалдақ Бөбекжай балабақшасында саз жетекшісі болып жұмыс істеп келемін. Адамның бір қызығы бала деген деп Абай атамыз айтқандай, баламен жұмыс жасау мен үшін мәртебе. Педагог болу оңай емес. Ол үшін баланы жақсы көру керек, мейірімді, сезімтал, іске шығармашылықпен қарау керек. Ал мұндай қасиеттерге ие болу үшін мұғалім рухани бай, зиялы және шығармашыл тұлға болуға тиіс. Ал ол үшін шығармашылықты үздіксіз дамытып отыруым керек. Сондықтан негізгі менің міндеттерімнің бірі мәдениет арқылы өз-өзімді дамытып отыруым қажет. Қысқасын айтқанда, музыка арқылы баланың жан-жақты қалыптасуына еңбек етемін. Ал балалар, сәлемдесіп алайық, е? Музыкалық сәлемдесуімізді жасап алайық. Ал балалар, бүгін ауа райы өте тамаша екен, е? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз қазақ халқының ұлттық аспаптары жайында болмақ. Сендер былтыр ортаңғы топ болдыңдар ғой, е? Ортаңғы топта біз бірнеше қазақ халқының аспаптарын өткенбіз. Қандай білесіңдер? Қандай аспаптар білесіңдер? Қобыз біледі екенбіз, домбыра біледі екенбіз. Сендер кіші топ болғанда біз қобыз бен домбыраны өткенбіз, е? Енді бүгін сендерге жалпы қазақтың ұлттық оркестрында қандай аспап болатынын жылдам өтіп шығамыз, е? Ал балалар, мынау біздің қазақ халқының ішінде аспаптары жайында айтылған, содан кейін ішінде қазақ халқының композиторлары туралы жазылған екен. Сондай кітап бар екен бізге, е? Соның ішінде, мысалы мен сендерге көрсетейін, е? Мынаны қандай аспап дедік балалар жаңа? Қобыз екен, е? Енді мұны қараңдар, ары қарай жүреміз. Сендер білетін. Ал мынау білетін аспабымыз біздің қазақтың қара домбырасы екен, е? Өте жақсы біледі екенбіз, е балалар? Енді қараңдар балалар. Мынау қандай аспап? Қобыз екен, жаңа суреттен көргендей, мынаны енді қолмен ұстап көреге қобызды. Ал қолмен ұстап көрді. Бұл міне, мынау не? Неден жасалған екен мынау? Ағаштан жасалған екен. Ағаштан жасалыпты міне, е? Ағаштан жасалыпты, е? Бұл қобыз екен. Ары қарай. Бұл балалар, бұл қобыз кішкене ертеректе шыққан қобыз екен. Арт жағы мынандай домалақ келеді екен, кішірек болып. Кейіннен дамыта келе скрипкаға ұқсас қалдырып, қобызды мынандай түрін шығарған екен. Міне, қараңдар.
Ақырын ғана көріне ма? Қатты емес, ақырын ұстап көреміз. Міне, иә. Исмаил көре ғой. Міне. Бұл да ағаштан жасалады екен. Қобыздың мынандай ысқышы болады екен. Қобызды ысқышпен ойнайды екен. Түсінікті ме, балалар? Иә. Кешірек, кішкене осы қобыздың үнін мен сендерге естіртем ойнап берем. Еститін боласыңдар. Түсінікті ғой? Ал, балалар, енді қараңдар. Қазақтың мынау да бір түрлі бір аспабы екен. Қандай? Сылдырлайды екен. Сылдырмақ деп аталады екен, балалар. Түсінікті ме? Бізге қанша сылдырмақ бар екен? 2 сылдырмақ. 2 сылдырмақ бар екен. Енді мынау біздің балабақшамызда балалар өздерін жасаған, қолдан жасаған аспап екен. Бұл дабыл деп аталады. Дабыл. Бұл да ырғақты сақтап тұру үшін жасалған аспап екен. Енді